Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Менің есімім Азамат. Мен балық аулағанды, табиғатқа, аңға шыққанды ұнатам. Сондықтан сондай жақсы сәттерді есте қалу үшін YouTube арна ашып отырмын. Әзірге бұл жерге бұрын балық аулаған фотоларды салатын боламын. Сосын дұрыстап видеоларға түсіріп контент жасайтын боламыз. Мынау фотоларда 2012 жылы 13 қазанда Амангелді ауданы Айтбай ауылының қасындағы Торғай өзенінде балық аулаудағы сәттер. Бұл жерде 6 адам барып ауладық. Шортан, қарабалық, табан, алабұға сияқты балықтарды ауладық. Есте кетпейтін бір жағдай. Сол Қостанай қаласынан келген бір кісі қара балықтан өте дәмді қылып шашлык жасаған болатын. Сол есімізден әлі кетпейді. Тағы да естен кетпейтін бір жағдай. Түнгі уақытта өте суық болды. 2 адам Нива автокөлігіне, 1 адам өзінің жеке палаткасына, 1 адамдық палаткасына және менің палаткама 3 адам жаттық. Палатканы біз күні бойы кешке қарай жаққан алып тастап, алаудың орнына қойдық. Соның жердің ысығаны түні бойы палатканы жылытып шықты. Ешқандай тоңған жоқпыз. Ал машинада жатқан, басқа палаткада жатқан адамдар тоңып, машинаны қайта қыздырып, солай қиналған кезде біз өте жақсы демалып ұйықтадық. Келесі күнде балық ауладық. Солай 2 күн бойы қонып, сол жерде балық аулап, өте жақсы демалыс болды.